халықта дәуір ерекшелігін айқындайтын, заман келбеті болатын адамдар кездеседі. Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева осындай тұлғалар қатарына жатады. Оның туғанына 75 жыл толу қарсаңында ұлыстаз бойында болған дара қасиеттерді айта кетпеске болмайды. Олар таңданалық тұрақтылық, тұлғаның толықтығы, саналы ғұмырындағы негізгі қызметі, педагогикаға, балаларға, туған жерге деген адалдық. Бұлар оның айналадағы әлемге көзқарасын айқындап қана қоймай, сонымен қатар өмірінің мәні, шығармашылық бастауының негізі болды. Көзі тірісінде-ақ дәуірдің дара ұстазы атанған ол, қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың әдістемелік құралдарын, мақалалар жазды, оқулықтар құрастырды, бағдарламалар әзірледі. Бұл ұстаз күн демей республика мұғалімдеріне авторлық курстар өткізіп, әдебиетті оқытуда шеберлікке баулыды. 80 жылдары құрылған Қанипа Бітібаеваның атаулы мектебі республикада толыққанды жұмыс істеген бірден-бір мектеп болды. Қазақстан облысындағы Қанапа өз ұстаздық еткен Жамбыл атындағы дарынды балаларға арналған мектеп гимназия интернатында 2009 жылдан бері ұстаздың республикалық ғылыми әдістемелік зертханасы жұмыс істеп келеді. Сонымен қатар ұлы педагогтың 70 жылдық мерейтойы қарсаңында ашылған педагогикалық мұражайының есігі көпшілік қауымға айқара ашық. Қазірде ұстаздың туған күнінің бүкіл халықтық деңгейде аталып өтуінің өзі қазақтың Қанипасының осы мәртебеге қаншалықты лайық екендігін дәлелдеп отыр. Менің осынау ғажап жанмен байланысым 2001 жылы магистрлік жұмысымды жазу кезінде басталып, кейіннен облыстық біліктілікті арттыру институтында қазақ тілі мен әдебиеті кабинетінің меңгерушілігі қызметінде жалғасты. Аяулы апатайымның соңғы күндеріне дейін бірде қайнасып жұмыс істегенімді өзімнің есімнен мәңгі кетпес қымбат жылдарым деп есептеймін. Ол кісіден табандылық, өз бетіген жауапкершілікпен қатар әдебиет пәніне деген құштарлықты, сұлулыққа табынуды үйрендім. Жұмыс барысында Қанапамен жолығуға мектепке жиі баратынмын. Мектепке қашан бармайық, маңайында үйіріліп жүрген оқушыларымен құрдасындай әдемі әзілдесіп, ойнап жүргенін көргенде, естіген нәрсесіне бірден сеніп қалатын қасиетін байқағанда, оның баладай аңғалдығын, періштедей пәк көңілін байқайтынмын. Кез келген адамның бойынан табыла бермейтін жан жылуы, кейде қоштене қалатын әзіл қойлығы, ешкімді алаламайтын қасиеті ұстазды басқаларынан ерекше етіп тұратын. Қанапаның әділетсіздікке төзбейтін, жамандыққа жаны қас, әділде шыншыл адам болғаны, тура биде туған жоқ дегендей, шындықты шырқыратып тұрып тұра айтатындығын айналасында жүрген адамдардың бәрі жақсы білді. Бұл көп адамда кездесе бермейтін игі қасиеттер. Айта берсек, дәуірдің дара ұстазының ғана басынан табылатын дара қасиеттері жайлы әңгіме таусылып бітпес. Қанапа 50 жылға жуық ұстаздық жолында айналасындағы адамдар бойына тек адамгершілік пен рухани құндылықтарын нәрін септі. Өзінің ғұмыр бойғы тәжірибесі арқылы жеткен ұстаз мұрасы қазірде халық мұрасына айналып отыр. Халық игілігіне қызмет етуде. Ал біздің ұлы тұлғамен өткізген өміріміздің әрбір сәті ең суақты естеліктерге айналды. Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмейтұғын